Баршаңызға қайырлы күн. Бүгінгі видео обзорда мен сіздерді телефон арқылы тест құрастыруға арналған арнайы бағдарламамен таныстырғым келеді. Бұл бағдарлама арқылы сіздер тест құрастырып, сабақ үстінде кері байланыс немесе ұбт-ға дайындықты да осы бағдарлама арқылы жүргізсеңіз де болады. Бұл бағдарламаны біздер әдеттегідей Play Market'тен жүктеп алуымызға болады. Ол үшін алдымен Play Market'тегі іздеу жолақшасына генератор тестов деп жазып, ең бірінші TestMaker деген бағдарламаны телефонымызға жүктеп аламыз. TestMaker'ді телефонымызға жүктеп алғаннан кейін міндетті түрде біз оған тіркелуіміз керек. Тіркелу үшін почта деген жерге өзіңіздің email почтаңызбен пароліңізді тересіз. Одан кейінгі астында регистрация деген батырманы басасыз. Сіз регистрация батырмасын басқаннан кейін сіздің электрондық почтаңызға осы TestMaker сайтынан арнайы сілтеме жіберіледі. Сол жіберілген сілтемені басу арқылы сіз TestMaker бағдарламасына активация жасайсыз. Активация жасағаннан кейін біздер жаңа тест құрастыруға кірісеміз. Яғни төмендегі создать новый тест деген батырманы басқаннан кейін сізге жаңа терезе ашылады. Сол терезеде ең алдымен өзіңіздің тест құрастыратын тестіңіздің тақырыбын жазасыз. Сол тақырыбын жазғаннан кейін сізге сұрақ пен жауап енгізілетін бөлек терезе ашылады. Сол жерге сұрағыңызды, жауабыңызды енгізіп, дұрыс жауаптың тұсына белгісін қойып кетесіз. Тестті құрастырып болғаннан кейін TestMaker бізге бірнеше өзгеріс енгізуге арналған мүмкіншілік берілген. Мысалға, күлгін түсті батырманы басатын болсаңыз, сіз бұл жерде тестіңізге таймер қосып қоюыңызға болады. Одан кейінгі жасыл батырманы басатын болсақ, біздің жасаған тестімізді ішінде өзгеріс енгізіп, немесе мүлдем сұрағын өзгертіп, артық сұрақтарды алып тастап, немесе жеткіліксіз сұрақтарды толықтырып отыруымызға болады. Келесі сары батырманы басқаннан кейін біздерге арнайы өзіміздің құрастырған тестімізге пароль енгізу мүмкіншілігі бар. Ол арқылы біздер өзіміздің тестімізді, тапсырмаларымызды басқа біреудің өзгеруіне шектеу қоюға мүмкіншілік берілген. Келесі қызыл батырма ол барлығымызға мәлім, яғни құрастырылған тестті жоюға арналған батырма. Келесі соңғы батырма ол бөлісу батырмасы. Бұл батырма арқылы сіз өзіңіздің құрастырған тесттеріңізді әлеуметтік желі арқылы бөлісуіңізге болады. Яғни осы батырманы басқаннан кейін сізге осы арнайы терезе ашылады. Осы терезеде Telegram, WhatsApp, Instagram немесе Mail.ru электрондық почтасы арқылы өзіңіздің құрастырған тестіңізді тиесілі топқа жіберіп бөліссеңіз болады. TestMaker мобильді құрылғысы арқылы жасалынған сіздің тестіңізді WhatsApp арқылы тарататын болсаңыз, осы видеода көрсетілген үлгідегідей таратылатын болады. Тестке өту үшін оқушылар төменде көрсетілген көк сілтемені басып, бірден тест тапсыруға кіріседі. Тесттен өтіп болғаннан кейін оқушылар өздерінің неше сұраққа дұрыс, неше сұраққа қате жауап бергендігін көре алады. Егер тестті тапсырушы осы тесттен қайтадан өткісі келген жағдайда, начало немесе заново деген батырманы басу арқылы қайтадан тестке өтуіне болады.